Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздерге шашырап пісетін палаудың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы оп-оңай, керемет дәмді палау дайындайтын боламыз. Сіздерге алдымен айта кетейін деген жағдай, менің каналыма өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Ең алдымен біздерге осындай мен 4 сәбізді алдым. Менде үлкендеу болғандықтан примерно 1 килограммдай сәбіз шықты. Осындай сыртын ашып, мен үлкендеу бір пиязды қолдандым. Өйткені пиязы, сәбізі көп болса, палау өте әдемі болып піседі. Осындай үлкен пиязды ашып, сырттарын осындай тазалап, жуып алатын боламын. Осындай сәбіздерді тазалап, жуып алып, осындай біртіндеп, турап, жұқалап, турап алатын боламыз. Сіздерге айта кетейін дегенім, сіздерде үйлеріңізде сары сәбіз болса да қолдансаңыздар болады. Қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа қалыңдықта турасаңыздар, өте әдемі болып шашырап пісетін палау болады. Осылай сәбіздерді қатты қалың да емес, жұқа да емес, осылай орташа көлемде осындай тарелкаға салып алатын боламыз. Бізде ендігі кезек ет болады. Етті осындай 4 бөлікке бөліп алдым мен, үлкен бөліктерге. Осындай бір пиязды орташа қылып турап алып, енді біз қазанды қыздырып, 2 ожау сұйық майымызды құйып қыздыратын боламыз. Менде ожау үлкен болғандықтан 2 ожау май құйдым. Сіздер 3 кішкентай болса 3 ожау май құйғандарыңыз дұрыс. Майы көптеу болса тамағымыз да дәмді болады. Майымыз қызды, енді осы еттерді қызартып қуырып алатын. Еттерімізді осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Осылай екі жағын аудара отыра қызартып қуырып алатын боламыз.
Мен осындай кішкене май қостым, сиырдың майынан. Сіздер де өз қалауларыңызға қарай майда салсаңыздар болады, өте дәмді болады. Осылай екі жағы қып-қызыл етіп қуырылып алған еттің үстінен осындай бір үлкен пиязымызды салып алатын боламыз. Мен кішкене тұз салдым. Өйткені ет пен пияздың үстіне тұз салып қуырылса өте дәмі керемет болып шығады. Осылай пиязды қызартып қуырып аламыз. Осылай пиязымыз бен етіміз қуырылып болды. Енді сәбізді жайғастырып салып алатын боламыз. Мен кішкентай шай қасықпен бір қасық тұзда салдым. Өйткені сәбізіміз езілмеу үшін. Менде үйде кішкентай чеснок бар екен. Сол чеснокты майдалап турап үстіне салып, сіздер де өз қалауларыңызға қарай чеснок, мүйіз қоссаңыздар болады. Алдыменен суды құйғанда кішкене мән беріп құйыңыздар. Суы өте көп болып кетсе, күрішіміз жабысып пісетін болады. Осылай суды құйған соң, баяу отта 40 минут қайнатып алатын боламыз. Бізде 40 минут баяу отта қайнап шықты. Енді тұзына қарап күрішін салатын боламыз. Осылай күрішті тазалап жуып алдық. Менде күріш 800 грамм. Міне тамағымыз қайнап шықты. Енді тұзын көріп, осындай күрішті кішкене реттеп жайғастырып алатын боламыз. Осылай күрішті салып алдық. Енді баяу отта 15 минутқа қоятын боламыз. Бізде 15 минут уақыт өтті. Осылай бірінші рет аударып аламыз. Осылай күріштің бетін бір қатар қылып аударып шығамыз. Бізде осылай тесіп қайтадан бетін жауып қоятын боламыз. Бізде осылай пісіп шықты. Енді осылай тарелкаға салып қоятын боламыз. Осылай күшті болып пісіп шықты. Күріштері осылай шашырап пісті. Ал бізге ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Кездескенше.